Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жанар. Бүгін аджиканың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен мясорубкамызды дайындап алып, помидорларымызды тазалап жуып, төртке бөліп, осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Бұл жерде 3 килограмм помидор. Енді келесі кезекте 3 пиязымызды тазалап жуып аламыз. Яғни осылай көбік-көбіктерге бөліп турап аламыз. Қызып тұрған үлкен ыдысымызға 150 мл майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызған майымыздың үстіне пиязымызды салып, жақсылап видеодағыдай етіп, осылай қуырып аламыз. Пиязымыз сарғайып қуырылғаннан кейін үстіне